Қайырлы күн достар, бүгін біз Пекин қырыққабатынан салат жасайтын боламыз. Бұл салат өте жеңіл салат, сонымен қоса жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттар: қуырылған тауық еті, қияр, Пекин қырыққабаты, күкіріш және майонез. Ең алдымен Пекин қырыққабатын ірілеу етіп тураймыз. Енді қиярымызды осылай жіңішке дөңгелетіп кесіп алып, жіңішке соломка ретінде турап шығамыз. Қырыққабатымыздың үстінен қосамыз қиярымызды. Енді бұған қып-қызыл етіп қуырып алған тауық етін қосамыз. Үстінен кукурузымызды саламыз. Майонезімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің керемет салатымыз дайын болды. Өте жеңіл әрі дәмді. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ботафуд ас болсын.